Сәлеметсіздер ме, құрметті 11 сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да кеңістік пен уақыт бөлімі бойынша шығармалармен таныстық. Олар Оралхан Бөкейдің Атау Керей повесі, Жарасқан Әбдірашевтың Дала сенің ұлыңмын өлеңі. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау жұмысы осы шығармалар бойынша болады. Біріншіден 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут. Түсіну және жауап беру дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 5 минут уақыт беріледі. Анализ және интерпретация дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 10 минут уақыт беріледі. Бағалау және салыстыру дағдылары бойынша жұмыстарды орындауға 25 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 15. Тапсырмалардың түрлері: бір және көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалаудың нұсқасы 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім жоғарыда айтып кеткендей түсіну және жауап беру, екінші бөлім анализ және интерпретация, үшіншісі бағалау және салыстыруды тексеруге арналған тапсырмалар. Бірінші бөлім. Бірінші тапсырма. Қай кейіпкердің ойы немесе айтқан сөз екенін көрсетіңіз. Бұл жерде сіздер сәйкестендіріп қоясыздар кейіпкерлерді және олардың айтқан сөздерін. Екінші тапсырма. Дала сенің ұлыңмын поэмасында ақын нені кешіруге болмайды деп көрсетті. Дұрыс нұсқаны таңдайсыздар. Үшінші тапсырма. Төменде берілген өлең жолдарында көркемдегіш құралдың қай түрі қолданылған? Дұрыс нұсқаны таңдаймыз. Екінші бөлім. Бұл жерде қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар. Төртінші тапсырма. Шығарма неге Атау Керей деп аталды? Ондағы мәселені өмір шындығымен байланыстырып түсіндіріңіз. Яғни сіздер қысқа жауап жазуларыңыз қажет. Бесінші тапсырма. Туған дала табалап жатқан күліп, жауларымен ісі жоқ мақтан біліп, мақтылығы дейсің бе кей ұлдарың, тағдырыңды тартыпты көкпар қылып. Топқа кіріп жүргендер төсін ұрып, алдыменен алыс екен осыны ұғып, бармақ тістеп бас шайқап өкінгеннің, несі салт, несі дәстүр, несі ғұрып деген өлең жолдарындағы көркемдегіш құралдарды анықтайсыздар. Үшінші бөлім. Бұл бөлімнің тапсырмасы толық жауапты қажет етеді. Яғни сіздер бұл жерде Оралхан Бөкейдің Атау Керей шығармасындағы таған бейнесін талдайсыздар. Таған бейнесі арқылы шығарманың көркемдік эстетикалық құндылығын бағалап, әдеби эссе жазасыздар. Сөз көлемі 150-200 сөз. Жазба жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші 3 тапсырма бойынша бір балдан аласыздар. Бұл жерде сіздер дұрыс нұсқаларын анықтайсыздар. Төртінші тапсырмада мәселені өмір шындығымен байланыстырып түсіндіресіздер. Оған 1 балл беріледі. Бесінші тапсырмада берілген өлең жолдарындағы көркемдегіш құралдарды анықтайсыздар. Орындағандарыңызға 1 балл. Алтыншы тапсырмада кейіпкер әрекетіне өзіндік баға бересіздер. Көзқарастарыңызды шығармадан мысалдар келтіріп дәлелдейсіздер. Көркемдік эстетикалық құндылығын талдайсыздар. Логикалық қорытынды жасайсыздар. Эссе құрылымын сақтайсыздар. Әрқайсысына 2 балдан беріледі.
барлық балл саны 10. Құрметті оқушылар, енді мен сіздерді барлық шығармаларды эмоционалды қабылдады, түсінді, жағымды кейіпкерлерден үлгі алды деп ойлаймын. Және бүгін сіздер маған зерделі ойлана отырып, сапалы жұмыстар өткізеді деп сенемін. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.